Ержан Қалымбайұлы, ұлттық арна, жаңа сериалдар туралы, деректі фильмдер туралы айтып қалдыңыз. Жалпы соңғы кездері Абай туралы фильм опера түсіріледі екен. Оны түсіретін ресейлік режиссер Кончаловский деген әңгіме шықты. Біраз өзіміздің де отандық режиссерлар, бізде қазақта ұлттың жанын түсінетін, салт дәстүрін түсінетін, тарихын түсінетін режиссерлар жоқ па деген өздерінің пікірлерін білдіріп жатыр. Жалпы осындай фильм жоспарланған ба? Егер болса, оны кім түсіреді? Сұрағыңызға рахмет. Әрине осы Кончаловскийдің Абай опера фильмін түсіреді деген ақпарат шықты. Дегенмен мәдениет және спорт министрлігі тарапынан ол кісі режиссермен ешқандай келісімшарт болмаса келіссөздер жүргізілген жоқ. Қазіргі таңда бұл ақпарат жалған. Шығармашылық адам ретінде Кончаловский, басқа да шетелдік ұжымдар біздің жаңағы ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығына өзінің сценарийларын беруге толық құқылы. Оны сол жердегі сараптап кеңесі таңдайтын болады. Қазіргі таңда басқа да жаңағы көркем фильмдерге байланысты ұсыныстар қабылдап жатырмыз. Бірақ дегенмен Абайдың философиясын ашу үшін, Абайдың данышпандылығын ашу үшін әрине бұл фильм бір жылда түсіреді деген мәселе емес. Бұған асықпай, үлкен ыждағаттылықпен, үлкен талғаммен келеді деген қазір алдымызға мақсат қойып отырмыз. Деректі фильмдерге байланысты қазір ұсыныстар қабылданып жатыр. Оның барлығы енді ол деректі фильм болғаннан кейін осы бір жылдық көлемінде бітіру жоспарлануда.